Менің арнама қош келдіңіздер. Менің видеоларыма лайк басып, әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай көк помидормен жасалынатын салатты рецептісімен бөліскім келеді. Помидорды мен осындай ірі қылып турап алдым. Сіздер өздеріңіз қалаған көлемде турай берсеңіздер болады. Міне мен сол турап алған помидорымды осылай үлкендеу ыдысыма салып, және де 1 килограмм сәбізді тазалап, осылай үккіштен ірі көзінен өткізіп алдым. Оны жаңа помидордың үстіне саламын. Және бұған тәтті болгар бұрышы, оларды осындай қылып турап алдым. Бұны да жаңағы морковтың үстіне салатын боламын. Және сондай-ақ пияз, менде ортасына бөліп, жарты ай пішінде туралған пияздарды осылай өте қалың қылмай, жұқалау қылып турап, енді осы салынған овощтарымның үстіне қазір тұзымды және қантымды салатын боламын. Мына қантымды салып, осыны енді жақсылап тұрып араластырып аламын. Маған қолмен араластырған ыңғайлы болғандықтан мен қолмен әбден дұрыстап тұрып араластырып аламын. Енді осы әбден араласқан салатымды қазір 2 сағатқа осылай бетін жауып қойып қоямын. Міне 2 сағат менің салатым тұрды. 2 сағат осылай салатым тұрды. Енді бұл салатқа жаңа 100 грамм өсімдік майын құйып, қазір отқа қоямын. Отқа қайнаған уақытынан бастап, қайнағаннан кейін ғана 35 минутқа қайнатамын. Міне отқа қойдым салатымды, қазір қайнауын күтемін. Сәл кәдімгідей қайнап бастағаннан кейін 35 минут ровно қайнататын боламын. Ар жағында менің қақпақтарым қайнап жатыр. Міне қайнап бастады. 35 минут. Енді осы уақыттан бастап 35 минутқа жай отқа қойып қоямын. Жайлап салатым қайнай беретін болады. Енді 35 минут қайнады. Енді мен осындай 9% уксусты алып, осы қайнап атқан салатымның үстіне құямын. Өте дәмді, өте әптет ашатын керемет салат шығады. Жасап көріңіздер, ерінбеңіздер. Уксусты құйғаннан кейін дәл тұп-тура 5 минутта қайнатамыз. Осылай 5 минут қайнатып алғаннан кейін менің салатым дайын болады. Міне мен ол уақыт аралығында жаңа банкымды және қапақтарымды қайнатып бәрін дайындап қойдым. Енді міне салатымда 5 минут қайнады. Енді оны ысылай күйінде банкілерге құямын. Мен банкымды кішкене қозғаймын, ішіндегі ауалары шығу үшін. Осылай қозғап жібергеннен кейін қаттырақ тұрып жауып тастайтын боламын банкымды. Міне мен салатымыз дайын, қазір бетін жауып қойып қоятын боламыз. Міне менде осындай банкідегі салаттар шықты. Енді осы салаттарды міне осындай жылы немен одеяломен орап қоямын. Осылай әбден орап, 1 күнге осылай қалдырамын оралған күйінде. Салаттарым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.